Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Жадыра Әскербек қызының Жаңагүлдің тағдыры атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Дүкеннен үйге әзер жеткен Жаңагүл қолындағы азық-түлік тола қалтасын ас бөлмесіндегі үстелдің үстіне қоя салды. Белі сыздап тұр. Ай күні толып, шаранасын қолына алатын уақыт келіп қалған сияқты. Темір шелектен қышырлатып темір бақырашпен суды алып, асықпай отырып тоқтамастан сіміріп тастады. Қамбиған қарнын сипап, мен сені қалай асыраймын? Мына жерде саған дүкеннен қарызға алған жұмсақ жаялық бар. Бәлкім сені дүниеге келгесін балалар үйіне тапсырармын. Саған менің жанымнан сол жер жылы, тамағың тоқ, төсегің таза болмақ деп Жаңагүл көзіне жас алды. Өзегін өксік кернеп тұрған Жаңагүл дүниеге келетін баласының өзі көрген күнді көргенін қаламайды. Кенет толғағы ұстап, жанын қоярға жер таппай, айғайлап көрші үйдегі жалғыз басты Зухра деген үлкен әжейді шақырды. Зухра әжей базарда шұлық сататын. Есік алдында жүн үйіріп отырып, Жаңагүлдің дауысын естіп тұра жүгірді. Апа, құтқар, қорқамын, қалай туамын? Мен ештеңе білмеймін. Өліп кетсем ше? Ауырып барады, апа. Шыда, қызым, бәріміз де туғанбыз. Ешкім өлмейді. Егер мені мұқият тыңдасаң, жақсы босанасың. Маған бұл бала керек емес, одан да өлгенім артық бұлай қиналғанша. Тарт тіліңді. Жұрт балаға зар, мен бейбақты асырап алып, баққанымнан да айырды балла. Одан да тіліңнің астына мына шөпті салып көр. Қалаға шұлықтарымды апарғанымда жақсы сауда болып саған сатып алғанмын. Толғағың жеңілдейді. Жаңагүлдің расында да толғағы жеңілдеп, оп-оңай босанып алды. Адамнан адам шығуы оңай емес екенін түсінді. Көзінің жасын тоқтата алмай, Зухра апа, мен анамның алдында қарыздармын, бекер ренжіттім. Мені Алла кешірмейді. Алтыным, қарағым, түсінгеніңе де шүкір. Ақылың бар қыз екеніңді байқағанмын. Әлі де кеш емес, 40 күн күтініп ал. Мына болпанақтай ұлыңды алып, үшеуміз бірге сенің анаңа барамыз. Жедел жәрдем келіп, Жаңагүлді ұлымен бірге алып кетті. Перзентхана терезесінен телміріп біреуді күтеді. Осыдан 7 ай бұрын аяғының ауыр екенін естігенде, жауапкершіліктен қашып тастап кеткен ұлының әкесі құшақ гүлімен келіп қалады ма екен деген үміті зор. Онсыз да елге қара бет еттің деп қуып жіберген анасы мен бауырларының келмейтінін жақсы біледі. Құрбыларымен еш хабарсыз, барлық ет жақындары қалада қалған. Жаңагүлді құшағына сыйғызған тек осы нағашы апасының ауылы. Анасына деп қалдырған мұрадағы көне үйі. Жаңагүлді қуып жіберерде анасы аяды ма екен, осы мұраға деген үйдің кілтін ұстатып жіберген. Бірақ бірде-бір рет Жаңагүлді іздеп келген емес. Жаңагүл басы жастыққа тисе болды, көзі жасын тия алмайды. Омырауына сүт жиналмай, ұлы шыңғырып жылайды. Медбикелер артынан іздеуі жоғын сезініп жүрсе керек. Асыраушыларың жоқ, несіне бала туасыңдар деп палатаға кіріп діңкілдеп кетеді. Күніге бір мезгіл көжесін әкеліп беріп кететін Зухра әжей болмағанда Жаңагүл аш қалушы еді. Еті пысықта емес, өте момын. Көнбіс мінезі барға қанағат деп отыра берді. Палатаға кірген бас дәрігер: «Дәк, мамаша, мына баланы балалар үйіне өткізем деген екенсіз. Не істейтін болдыңыз?» «Иә, алып кете беріңіз» деп теріс қарап отырып жылап жіберді. «Мына параққа өзіңіздің қолыңызды, баладан бас тартатыныңызды жазып қолыңызды қойыңыз». Жаңагүл қолына қаламды ұстап, параққа «Мен Құнтақова Жаңагүл» деп жазып бастағаны сол еді. Ұлының қарны ашып, жылаған дауысы құдды «Анашым, менің не кінәм бар» дегендей болып естілді. Ыстық жас ыршып жерге түскендей, екі омырауынан босанғалы 2-3 күн бойы шықпаған сүт тырсылдап ағып кетті. Омырауы иіп орнынан атып тұрды. «Ұлым, батырым мен сені ешкімге бермеймін, ешқайда тапсырмаймын. Мен сен үшін өмір сүремін, кешірші» деп дәрігерге қарады. «Дереу жазыңыз, сіз баланы асырай алмайсыз ғой». Жаңагүл сол сәтте түсінді, өзінің ұлын жақсы көретінін, қимайтынын, тәтті екенін. «Жоқ, мен айнып қалдым. Рұқсат болса мен перзентханадан шықсам, сіздерге рахмет. Сіз әлі де ойланыңыз, қайта айналып келемін» деп сұсты көздерімен алара қарап палатаның есігін тарс жауып кетті. Дәрігер өз дегенін жасатып көндіре алмады. Жаңагүлді Зухра әжей жетектеп
ауыр перзентханадан алып шықты. Жаңагүл, алтыным, енді сен 40 күн терің шығып, аяқ-қолың жиналғанша менің қарауымда боласың. Қалжа жегіземін деп уәде етпеймін, әйтсе де ыстық сорпа мен қою сүтті шай көбірек ішуің керек. Айтпақшы, бұл бала енді менің немерем, сен менің қызымдайсың. Ыңғайсызданбай менің жанымда өзіңді еркін сезін. Екеулеп өсіреміз әлі. Сәл қатайса, шеберханаңдағы тапсырыстарыңды қабылдарсың. Оған дейін ауыл әйелдерінің біразының көйлектері тозып қалар деп күлді. Зухра апа, сізге дән ризамын. Барлық қамқорлығыңызға рахмет. Еңбегіңізді ақтаймын. Ұлымның есімін сіз қойсаңыз, ертең халыққа қызмет көрсету орталығынан адамдар келіп, баланың құжаттарын жасайды екен. Зухра әжей қуанғанынан орнынан атып тұрып, рас айтамысың, алтыным менің. Жолдасымен отасқаннан кейін арада ұлымыз дүниеге келген еді. Перзентханадан шығып қайтып келе жатқан жолда жол апаты болып, бір апта болмаған шақалағымыздан айырылып қалған едік. Денем босаңсып тұрған, менің жатырым зақымданып, алып тастауға тура келген. Бұл жағдай әбден қажытып, шақалағымды ойлап, алыс ағайыннан бала асырап алып едім. Ал жолдасым сол жол апатынан кейін мүгедек болып, 10 жылдай төсек тартып жатып, о дүниеге жүріп кеткен. Әлгі асырап алған балам, сәкентайым, сәл тентектік танытып, адам өлтіріп, өмір бақи түрмеге тоғытылды. Одан бергі зырғып өткен уақыт ажарымды алып, уайымға батқан мен жасымнан кәрі көрінемін. Маған мұндай жауапкершілік артқаныңа қатты қуанып отырмын қызым деп, Жаңагүлді қатты құшақтап, маңдайынан сүйді. Жаңагүл мөлтілдеп тұрған жанарын сүртіп ұлын Зухра әжейдің қолына ұстатты. Бірақ әжей күлімдеп, қызым, сен уайымдама, менің мына білегімде әлі де күш бар, қартайған деп ұлыңа алаңдама, ауылдың қанша елдерінің балаларын қатайтып бергенмін деп жымиып күлді. Менің бар жұбанышым сізсіз апа, барлығы үшін рахмет. Жарайды алтыным, енді мен бұл батырдың атын сені тек биіктерге жетелеушің болсын деген ниетте Асқар деп қоямын. Талайшыңды бағындыратын азаматың болып өссін. Таңертең мешітке апарып, азан шақыртып, Молдекеңе есімін қойғызайық. Уақыт зымырап жатыр, ал кішкентай ғана мазасыз Асқар анасы Жаңагүлдің тапсырыстарын жасатар емес. Анасы бетіне қарап сөйлеп отырса дейді. Зухра әжей қалаға шұлықтарын сатып келуге кеткен. Көрші көшедегі тапсырыс беруші келіншек есікті тарсылдатып қағып келіп тұр. Бірақ көйлек толықтай бітпеген болатын. Жаңагүл сәл баласының мазасызданып тұрғанын айтып, кешірім сұрады. Әлгі келіншек ашуға беріліп, сен байға тимей жатып, бала туып алуға үлгересің дағы, көйлекті тігіп бітіруге қалай ғана үлгермей қалдың? Апай, сөзіңізді қайтып алыңыз, мен сізден кешірім сұрадым, қазір кешке дейін аяқтап беремін. Керегі жоқ, ақшамды қайтар, жұрт жарыса айтып жатқанда бекер тапсырыс беріппін. Апай, мен бала Асқардың жөргектеріне деп жұмсап қойып едім, кешке дейін күтсеңіз аяқтап беремін. Басты қатырмай қайтар ақшаны, әйтпесе ауылға сені ұры деп жайып жіберемін, үстіңнен арыз жазамын. Осы сәтте қаладан келіп барлығын естіп тұрған Зухра әжей, ей қарағым, не деп тұрсың? Сен немене бәріне үлгеруші ме ең? Кешегің анау байыңнан таяқ жеп жатқаның, кірді дұрыс жуалмағаның үшін. Енеңнен сөз естіп отырғаның өсек айтамын деп. Иә, жұрт не деп айтып жатыр екен? Сен өзің не деген адамсың? Бар тез кет, тапсырысың бүгін емес, ертең дайын болады. Аузыңнан жалған ақпарат тарайтын болса, мен сенің үстіңнен арыз жазамын деп айқайлап берді. Көрші келіншек Зухра әжейдің ауылдың бәрімен жақсы араласатынын, түзу адам екенін біледі. Сескенді ме? Еріндері шұбырлап, ләм-мим демей, арты-артына қарамай зыта жөнелді. Жаңагүл отыра қалып Асқарды құшақтап, жылап қалды. Өткенде дүкенге барғанында көшеден көрген кісілердің пысылдап артынан тіпті дауыстарын анық шығарып жүргіш некесіз бала тапқан деп айтып жатқанын естіп қалған. Осындай лас, күнәһар, өзін сондай лас, күнәһар сезінді. Апау, мен кінәлімін, бірақ мен дәл осылай жалғыз қалатынымды білгенімде, о баста бәрін басқаша жасайтын едім ғой. Аллам, мені неге сонша жазалайсың? Баланы дүниеге дін аман әкеліп тастамай өсіргенім үшін ба? Мені болат аяқ ауыр аяқ қылып тастап кетті. Бұлай жасап кететінін білдім ба? Қай қыз сүйіктісінің алдап кеткенін қалайды? Апа, айтыңызшы, қай ана баласының әкесіз өскенін қалайды? Сабыр қызым, сені Алла сынаса, демек жеңіп шығуың үшін сынайды.
Арадағы уақыт еш өзгеріссіз өтіп жатыр. Қаладан хабар болар деп күн санап күтіп жүргенінен түк шықпайтынын түсінсе де үмітін үзген емес. Кішкентай Асқар тайы 6 айға толып көңілдеп тәтті қылықтарын шығарып келеді. Нағашы әжесінің үйі өте ескі, күңіреніп күзде келді. Қабырға қыста ыза тартса салқын болар анық. Терезенің көне әйнектері желмен салдырлап тұр. Едендері сиқырлап қаусаған. Босанамын дегенше күңгірт тартқан бұл үй қазір сәби болғасын ба, іші кең, жарқыраған хан сарайындай көрінеді. Асқарды ұйықтатып болғасын, Жаңагүл шеберханасына барып, тапсырыс қалған көйлектерін тігеді. Шеберханасы нағашы әжесінің жаздық сарайы. Матаның қалдықтары ұшып, үйдің ауасын ластап, сәбиіне зиян болмас үшін сарайды шағын шеберханаға айналдырған алған. Наны мен шайіне жұмсаған ақшасынан қалғанын жинап жүр. Асқардың 6 айға толамын дегенше ауыл адамдарынан өзі жайында түрлі өсек естіп, әзер шыдап жүр. Ойы қалаға көшу. Ауыл адамдары Жаңагүл жайында ешқандай ақпарат білмесе де, ауыздарын араңдай ашып, ғайбат сөйлеулерін тоқтатқан емес. Әйтсе де, көйлек тігетін қол шеберлігіне бұл қауесеттер кедегі бола алмаған секілді, тапсырыс бірінен соң бірі ағылып келуде. Зухра әжей үнемі Жаңагүлге Асқар тайыңның несібесі бұл, балалар үйіне өткізбей дұрыс шешім қабылдағаның үшін Алла үйіп несібеңді беріп жатыр, әр бала өз ырзығымен келеді деп отырады. Кейде Жаңагүл анасы мен бауырларынан алыстатқан, сүйіктісінің опасыздығын көрсеткен қаласын сағынып тұрады. Ол жақта өткен балалық шағы, сыныптастары мен құрбылары ыстық, естеліктерімен ерекше. Бүгін тапсырыс әдеттегіден аз, және бұл аптаға тапсырыс алған жоқ. Қыс түсіп кетпей тұрғанында Зухра әжей Жаңагүлді анаңа барып қайтуың керек деп ақылын айтқан. Уақыт создырмай жолға шықты. Көлік жалдап, ауылдың кедір-бұдыр тас жолдарын басып, қалаға бет алды. Жаңагүлдің ойында сан түрлі ой тұр. Қобалжып келеді. Асқарды Зухра әжейдің қолына ұстатып, өзі терезеден айдалаға қарап ойланып кетті. Анасының келдің бе қызым деп маңдайынан сипай қоймайтынын сезетіндей, кет деп қуып шықса, қала мені өзім ойлағандай қарсы алмаса, не істеймін деген мың сұрақ мазасын алып келеді. Дүмпешік жолдан қаланың тегіс жолына ілінді. Қош келдіңіз деген кіреберістегі жазуды оқып, Зухра әжей, Асқартай бізді қала жылы шыраймен күтіп алды. Бисмилля деп сенің нағашы әжеңе бара жатырмыз. Сенің әжеңнің күтіп жүргенін анылық жүрегіммен сеземін. Анаң мен апаңның арасында дәнекерші өзің боласың деп Жаңагүлге көңіл күй сыйлап қойды. Жаңагүл үйіне жақындаған сайын қатты қобалж бастады. Зухра апа, бәлкім қайтармыз? Қой қызым, жинал, анаң не айтса да тыңда, батасын алмай қайтпайсың. Уайымдамасаңшы, бәрі жақсы болады. Маған сен. Үлкен қоршаудың арғы жағынан иттің үрген дауысын естіп, Жаңагүл өзін жинап алды. Дарбазаны қақты. Асқардың қарны ашты ма, жылап кетті. Қақпаны ешкім ашар емес. Әрі-бері тарсылдатып көрген еді, ашып қалар деп есік алдындағы орындыққа жайғасты. Қақпаның артында Жаңагүлдің келіп тұрғанын біліп, іште ренішін сағынышына жеңдіре алмай жылап тұрған ана дана тұр. Шыдай алмай есікті ашып, Жаңагүл, қызым-ау қызым, неге бұлай болды? Мен сені осылай болсын деп тәрбиеледім ба деп Жаңагүлді құшақтап жылап жіберді. Ана байғұстың қаншама уақыт қызын сағынғаны, жанының ашып ойымдағаны сезіліп тұр. Жаңагүлдің іште тұнып, тұншыға шығаратын жасы анасының ыстық құшағына енгенде сырғы бағап түсті. Екеуінің де айтары көп. Өксіктерінен ештеңе айтып үлгерер емес. Амансыңдар ма қарағым, ауыл ел аман ба? Көршілерінен ұят болар, ішке кірейік. Бірақ дана артына бір қарап, айналасына бір қарап, құдды қылмыскермен кездесіп тұрған адамша алаңдап тұрып қалды. Анашым, мені кешіріңізші, кешіруіңіз үшін бәрін жасаймын, анашым деп жерге отыра қалып, Дананың аяғын құшақтап жылады. Сені кешірмегенде не істеймін? Құрсағымнан шыққан баламсың. Қазір үйде нағашы ағаң бар, ауыр сөздер айтуы мүмкін. Қайта бер, мен өзім саған барамын деп дарбазаны іштен кілттеп үйге кіріп кетті. Зухра әжей бәрін түсінді, бірақ Жаңагүл, біз бүгін осында қалайық, арзандау пәтер болса қонақтап анаңды күтейік. Жаңагүл үйдегі жасқа толып егіліп келеді. Көне базарға келіп, бір күнге пәтер жалдап алды. Зухра әжей жолдан шаршағандықтан мызғып алайын деп көзі ілініп кетті. Баланың жылаған дауысынан шошып оянды. Сөйтсе, кішкентай Асқардың мұрны мен құлағынан қан тоқтамай жатыр екен.
Баланы құндаққа салып дереу қалалық ауруханалардың біріне көлікпен бет алды. Аз ғана уақыттың ішінде ешқандай сырқатпен ауырмайтын Асқардың неге бұлай қансырап жатқанын түсіне алар емес. Жаңагүл Асқардың мұрнынан тоқтамай жатқан қанды тоқтатамын деп шалқасынан ұстап келеді. Ал бала оған шаш алып тұншыға бастады. Мен істеп қойдым, не болып кетті? Балам, қазір жетеміз, сәл шыдас деп жылап келеді. Ауруханаға жеткеннен кейін дәрігерлер ауыр жағдайдағы Асқарды жан сақтау бөліміне орналастырды. Есік алдында егіліп, еңсесі түскен Жаңагүлді Зухра әжей жұбатумен жүр. Баланы бақылауына алған дәрігері шығып, Жаңагүлге баланы құлатып алдыңыз ба, қатты зат тиді ма деп себебін сұрап жатыр. Жаңагүл де, Зухра әжей де баланың туылғалы еш жері ауырмағанын, жылы жерде анасының сүтімен ғана өсіп жатқандығын айтты. Толық тексерістен өткіземіз, қазір баланың жағдайы ауыр. 2 күн жансақтау бөлімінде жатып, бүгін көзін әзер ашқан Асқардың бастың қатерлік ісігі деген диагноз қойылды. Жаңагүлдің дәл бүгінгі күні көріп келе жатқан тағдыр сыңына тағы бір қиындық ұшырасып, жарасына у сепкендей болды. Дүние бір сәтте төңкеріліп кеткендей, жасанды демалу аппаратында жатқан кішкентай Асқар өмірдің қызығын анасымен көруге талпынып, тырыштанып жатса керек, қолдарының саусақтарымен Жаңагүлдің қолын қысып ұстап алған. Жаңагүл іштей өзінің сондай дәрменсіз, қолында емдететін ақшасының жоқтығынан ойлап, кінәлі сезініп отырды. Егілді, үнсіз тұнып жастық жасқа еріксіз жол берді. Жеңін тістелеп арланды. Ешкімге керексіз, сүйкімсіз сезінді. Баланы жасанды тамақтандыруға көшкен дәрігерлер қарап, өзінің омырауымен тамақтандыра алмайтынын қатты қынжылып, жылап дәлізге шығып кетті. Анашым, көмектесіңізші, өтінемін, көмектесіңізші, мен кінәлімін сіздің алдыңызда. Бір кішкентай ғана нәрестемнің өмірі үшін қандай амал жасасам болады? Дана үкілеп өсірген қызының осыншама тағдырдан таяқ жегенін көргісі келмейді. Жаны қатты ашыды. Аяқ ауырлап қалғанын естігенде ашумен қуып жіберіп, қанша сағынса да артынан іздеп бармағанын қателік деп санап, өзін іштей жегідей жеп келеді. Бала күнінде құлап тізесін жарақаттап, жылап келгенінде сүйіп емдеп беретін аналық мейірімі шексіз Дана алдындағы бауыр еті баласы Жаңагүлдің дәл бүгінгідей күйін көріп шыдай алар емес. Жыламаш ботам, мен енді сенің жаныңдамын, енді сен жалғыз емессің, жұрт не десе о десін деп құшақтап қосылып жылады. Анасы мен қызының сағынышқа толы ұзақ әңгімелерін жандарына келген дәрігердің сөзі бөлді. Баладан айырылып қалдық деді. Айналасына меңіреу күйде бейтарап қарап қалған Жаңагүл жан сақтау бөліміне тұра жүгірді. Құлыным, аш көзіңді, анаңмын ғой, қарның ашты ма? Қолымды неге қыспайсың? Неге гуілдемейсің? Күлші деп Асқарды құшақтап, бір орыннан екінші орынға жүгіріп, не болғанын түсінбей кетті. Бақырып жылады. Қолында денесі былқ-сылқ болып жатқан Асқар. Бәрі көрген түсі болып шошып оянғасы келеді. Енді ғана тәтті қылықтары шығып, көз қуанышына айналған сәбиінен әп-сәтте айырылып қалғанына сенер емес. Алламай, неге маған бақытты болуға болмайды? Әр қимылымның артында жаза тұрады. Балалық ғұмырын маған арнап үлгермеген балапаным Асқартайымның қызығын көргім келеді. Дүние астан-кестең болып көрініп кетті. Анаға баланың сәл суықтаған уайым. Ал Жаңагүл болса, 6 айдан асып күннен күнге тәтті болып келе жатқан сәбиінен қапада айырылып қалды. Санада сан сұрақ. Туылғанда сау бала жүрекелі не себепті бұндай жағдайға душар болды? Жұмбақ баласының мүрдесін орап, нағаш апасының ауылына бет алды. Етегі жастан құрғамаған Жаңагүлге баласын жер қойнына тапсырған күн ең ауыр күн болып қалды. Түнде түсінде сәби Асқарды көреді. Сенгісі келмейді, бірақ амал жоқ, тағдырдың ісіне көнеді. Шеберханасының есігін ашпағалы 1 ай уақыт өтті. Бүгін орнынан сылтып басып шаққа тұрды. Ас батпайды, су тамағынан өтер емес, жүдеп азып кетті. Апта сайын келіп тұратын Дана Жаңагүлге қалаға алып кеткісі келді. Келген сайын қызының құлазыған көңіліне алаңдап, сәбиін сағынып, ісінген омырауын пеш түбінде отырып босатып жатқанын көріп аяп кетеді. Жаңагүлдің уайымы жүзінен күлкісін ұрлап алған. Шеберханасындағы барлық заттарды жинастыра бастады. Іші әбден шаң басып қалған маталардың арасынан Асқарға күн салқындағанда кигіземін деп тігіп қойған бас киімді көріп, еденге отыра қала еңіреп жылап жіберді.
омырауынан иіп батқан сүт көйлегін шылқытып жіберді. Дана бүгін Жаңагүлді қалаға бір жолата алып кетуге келді. Тек Жаңагүл Зухра әжейді қимайды. Бұл хабарды естіген Зухра әжей келіп, «Қызым, сен қалаға барып, анаң мен бауырларыңның жанында жақын жүргенің дұрыс. Бауырларың кешіреді, уақыт бер. Мына сүйріктей саусақтарынан өнер тамған, қолыңнан іс келетін шеберсің. Алла оңдап, кәсіп бастап кетерсің. Қалаға барғанда өзіңмен көрісіп тұрармыз. Маған алаңдама, маған Құдай жалғыздықты жазған болар. Алланың әміріне бағынармыз». Жаңагүл көзінен жасын тоқтата алмай, «Зухра апа, менімен бірге жүрерсіз. Алаңдама, маған өскен ортам осы жер ыңғайлы. Сағынсаң келіп тұра ғой» деп қимай қоштасты. Дана анасының үйінің сыртына үй сатылады деген тақшайшаны іліп кетті. Жаңагүл қалаға келіп тігін тігетін цехқа жұмысқа орналасты. Арзан бағада пәтер де табыла қойды. Көп ұзамай ауылдағы нағаш әжесінің үйі өтіп, бар ақшаны Дана Жаңагүлге артына қор болсын деп қолына тапсырды. Жаңагүл де қатты қажетіме жұмсармын деп сақтап қойды. Алғашқы айлығы жаман емес, пәтер ақысының бөлек тамағына, көйлегіне де жетті. Қолына жаңадан ұялы телефон алды. Мүлдем жұмыстан бос уақыты болмайтын. Арада 3 айдай уақыт өткенде телефонына келген хабарлама өне бойын мұздатып жіберді. Ауылдан қалаға келген Зухра әжеге баруға уақыт таппай жүрген, ал жаңа ғана келген қаралы хабардан қолына кіргеннен есін жиғызды. Аяғы ауыр күннен бастап босанып келген сәтінің бар ауыртпалығын бірге көтерген Зухра әжейдің анасындай қамқор болған кездерін есіне алып күйзеліп қалды. Жаңагүлдің бозаң тартқан түрін байқап цехтың меңгерушісі Жаңагүлді өзіне шақырды. Меңгеруші егде тартқан арық аққұба келіншек. Есімі Сара. Меңгеруші Сара, «Жаңагүл, қақиып тұрма, отыр орындыққа. Саған бүгін не болды? Күнделікті тапсырысты уақытында тапсыратынсың, ал бүгін не себепші екенін, ештеңеге зауқың жоқ. Әлде бір жағдай болса маған айт». «Апай, сізге көп рахмет. Жалпы жұмысым өзіме ұнайды, ал айлық табысым да жаман емес. Бүгін бір жақынымнан айырылып қалып отырмын». «Енді не істеп отырсың? Барсаңшы, қорықпа, айлығымды қысқартпаймын». «Қалай үнсіз отырсын?» деп Жаңагүлге қолдау көрсеткені жанына жылу сыйлады. Жаңагүл сол күні алдына бұрылмастан анасын ертіп ауылға жол тартты. Зухра әжейдің басына барып Құран оқытып келді. Қатал көрінетін меңгерушісіне іште дән риза. Көңілін алаң етіп осы жұмысы. Енеге жіпті сабақтап тапсырасын тігіп біткенше ішіндегісінің бәрін сыртқа шығарып жеңілдеп қалатын. Сол үшін тапсырыстың арасын үзбей жасауды жалғастыруда. Жаңагүлдің жақсы жұмыс жасайтынын, еңбекқорлығын, артық қиқаң-сиқаңы жоғын сырттай бақылап жүрген меңгеруші Сара оған айлығына қосып сыйақы тағайындап тұрады. 2 жылдан астам уақыт көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Сара жасы 50-ден асқан үлкен әйел болса да, көп шаруаларын Жаңагүлмен ақылдасатын. Күйеуі ерте қайтыс болған, жалғыз ұлы бар. Екеуі уақыт болса оңаша сырларын айтып, бір-бірін біраз танып қалған. Бұл цехта үлкен ұжым жұмыс жасайды. Сараның жұмысшыларына ортақ қатал тәртібімен оңаша да досындай сырласатын жылы қабағының арқасында ұжым ерекше сыйлайды. Қаладағы ең ірі цех алдағы бай кәсіпкерлер қатарынан мыңнан бір болып оза шауып келе жатырған Сараның дұшпандары да жоқ емес. Бақталастық бар жерде жұмыстың қарқыны күшті болатынына Жаңагүлдің де көзі жетті. Бұл жұмыс оған мол тәжірибе сыйлады. Осылайша жиған тергенін жинап өзінің жеке пәтерін алды. Осы өткен уақыт аралығында сөз салушы жігіттер болмады емес, өткенін есіткенде басқа көзқараспен қарап кететіндері де жеткілікті. Жаңагүлдің пәтері бар, айлығы жақсы, жұмысы бар, қалағанын кие алады. Жақында Қуаныш есімді азаматпен танысып, көңіл қосып жүргенін анасына жасырмай айтқан болатын. Дана қызының бақытты болғанын қалағандықтан жақсылап ақылын айтып жол сілтеп отырады. Меңгеруші Сара да Жаңагүлдегі өзгерісті байқап жүр. Күндегісінен түрленіп, жадырап келеді. Екеуі бір мәселемен ақылдасып отырып, Сара Жаңагүлді шетелден жұмыс жасап келе жатқан ұлымен таныстырамын деп ойлап жүргенін ашық айтты. Жаңагүл меңгерушісі Сараның көңілін қимай, «Мен ол жігітке тұрмысқа шығуға асықпаймын. Бұйыртса, сіздей анадан туылған жігітпен де танысып көруге қарсы емеспін. Тек сізге айтарым бар» деп биязылық танытып, Жаңагүл әңгімесін жалғастырып кетті. «Осыдан 3,5 жыл бұрын менің толыққанды отбасым бар болатын. Әкем мен анам мен бала күнімнен ажырасып кеткен. Анам мені жетектеп жүріп, басқа еркектің етегін ұстады.
Өгей әкемнен сіңілім мен інім бар. Анам тұрмысқа шыққаннан бастап менің балалығым ұрланды. Өгей әкемнің анасы өте қатал әйел еді. Анам жұмыста кезінде мені төмпешіктеп жүріп, қора тазалатып, салқын суға кір жуғызып, денеме ыстық үтік басып қорлайтын. Анамның күлкісін көріп ештеңе айтпаушы едім. Құлап қалдым деген түрлі сылтаулармен жаба салатынмын. Інім мен сіңілім дүниеге келгеннен кейін мені анам үлкенсіді ме екен, көп зейін аудармайтын. Өгей әкем маған бала күтуші секілді қарап, кей кездері көз салуға дейін барған. Дер кезінде далаға немесе анамның жанына қашып үлгеруші едім. Бұның бірін анам білмейді. Мектепті 9 жылдан кейін бітіріп, осы қаладағы колледждердің біріне грантқа оқуға түстім. Сонда алатын шәкіртақым қатынауыма шаққа жететін. Ал өгей әкемнің анасы менің бар ақшамды қағып алатын. Ақшадан қатты қиналған мен жұмысқа қарай бастадым. Соңғы курсымда группаласымен бірге шағын тігін цехына жұмысқа орналастым. Сол кездері анама қиналып жүргенімді еш білдірмей, бос уақытымда ақша табайын деп рұқсатын алған едім. Жұмысымды жасап жүріп, оқуымды да аяқтадым. Қолыма алған дипломым бойынша еш жерде жұмыс жасағым келмеді.